Қыздар, сәлем. Қалдарыңыз қалай? Мен бір қатар видеоны жазып тастайын деп шештім. Осы уақытқа дейін комментарийлерде сұрақ қойған екенсіздер, рахмет. 6 ай бұрын жазған екенсіздер. Мен баламен қарай алмадым, видео түсіре алмадым. Енді қазір сол бәрін қатар орнын толықтырайын деп жатырмын. Бәріңіздің назарларыңызға рахмет. Бөлісіп жатқандарыңызға, сұрақ қойып жатқандарыңызға рахмет. Осы видеолардан кейін де егер кейбір сәттерді айтпай кетіп жатсам, сұрақтарыңызды қойсаңыздар, кейін сұрақтарыңыздың бәрін жинақтап, тағы солар бойынша бір видео түсіріп жіберем. Прикорм туралы сұраған екенсіздер. Мен оқығаным бойынша прикормды пищевой интерес, бала тамаққа қызыққан кезде бастау керек. Яғни әрине 4-5 айдан ерте бұрын емес, бірақ ол 4-5 айда бола ма, ол 6 айда бола ма, ол 7 айда бола ма, бала тамағыңызға қызықса, сіз қасында тамақ жеп отқанда бала қызығып, соған қарап, кішкене аузына жеп отқан тамақтан жағып жіберсеңіз, соны жаңағы жегеніне мәз болып, сондай қызығушылығы артып тұрады ғой. Сондай кезде балаға тамақ бере бастаған дұрыс. Әрине, ең басында педагогический прикорм деген бар. Ол жай ғана баланы сол тамақтармен таныстыру. Әрине, ең бірінші ой, мынаны жақсы көрді ол деп толтырып, бір кесесін толтырып бере салуға болмайды. Баланың асқазаны оған дайын емес. Әрқашан барлық нәрсені рет-ретімен жай-жай бастап беру керек. Мысалы, сіздің балаңыз, әрине сіз түсінесіз деп ойлаймын, білесіз деп ойлаймын, балаға бірден жаңағы майлы, қуырылған, сондай ауыр тамақтарды жақсы көрді деп толтырып бере салуға болмайды. Оны мен айтпасам да білесіздер деп ойлаймын. Ал мысалы еттің сорпасына піскен картошка болсын, сәбіз болсын, сондай тамақтарды балаға жайлап, езіп, кішкене сұйықтау қылып, жұтуына оңай қылып, сондай қылып беріп көрсеңіз болады. Осы жолы мысалы бір чай қасықтай берсеңіз, келесі жолы тағы да солай беріп көрсеңіз, оны жеп жатса, және одан кейін де тоймаған сияқты болып тұрса, тағы кішкене қосып берсеңіз болады. Бірақ бірден толтырып үлкен көлемде беруге болмайды. Оны кейін балаға асқазанына жаңа өнім болғандықтан, жаңа тамақ болғандықтан ауырлық етуі мүмкін. Бізде бала жаңа туылған соң барлық органдар іске қосылып, жұмыс істеп, асқазаны коликидан өтеді, соның бәрінен өтіп, енді жөндесіп, енді не істеп келе жатқанда, сіз оны бұзып алмай, рет-ретімен жайлап енгізіп көруге болады тамақты. Және біз қазір қаншама мамандар бар, Инстаграмда қаншама мамандар бар, по ведению прикорма специалист деп айтады. Олардың бәрінің айтатыны осознанность, түсіну, соның бәрінің санамен ойлап түсіну. Мысалы, айтады, барлық жерде қарасаңыз, бірінші тамақ брокколи, цветная капуста, тағы бірдеме, өмірде қазақ жемеген нәрселер жазып қояды. Бұл жерде бір мән беретін нәрсе, және маңызды нәрсе, бала ата-анасының жеген нәрсесін жейді. Егер менің ата-бабам, менің өзім ешқашан цветная капустаны немесе брокколиді бірінші тамақ ретінде жеп көрмеген болсам, ол бала оны қайдан жейді? Сондықтан менде де болды, басында өзім жаңағы жеңіл-желпі үйдегі тамақтан сорпаның сол картошкаларын салып, езіп, сөйтіп берген кездерім болды. Кейін осы көрейінші деп брокколидің дайын баночкада тұрған түрлерін беріп көрдім, бірақ менің балам мегаполиста туылғанына қарамастан, Алматыда тұратынына қарамастан, ешқандай ондай дайын өнімдерді ұнатпады. Ешқандай, абсолютно. Мысалы, банкадағы пюрелерді алып беріп көрдім. Сосын анда зубная паста сияқты, майонездің ыдысы сияқты, патчи деп айтады. Сондағы әртүрлі фруктылармен, сондай джем сияқты фруктыларды беріп көрдім. Ешқайсысы, мысалы, мен далада балалар ойнайтын алаңда жүргенде басқа балалардан көріп, осындай менің балам жемекен деп алып беріп көрем. Өйткені бізбен жасты, менің баламен жасты балалар жеп жүреді сондайды. Менің балам дәм татпады олардан. Менің балам нағыз табиғи, таза өнімдерді жақсы көрді. Яғни еміздім, өзінің сүтін ішті. Қосымша тамақтан менің балама бірінші берген
нәрсе малютканың гречневая кашасы, на молоке, молочная гречневая каша. Оның ішінде с черносливом деген түрінің дәмі тәтті болатын, соны жеді. Және мен басқа кашалардың түрін беріп көрдім, малютканың сериясынан беріп көрдім, басқа сериядан беріп көрдім. Кукурузная бар, овсяная бар, тағы кейінірек баланың асқазан үйренген соң мультизлак беруге болады, бірақ ешқайсысын менің балам жеген жоқ. Қалай тұрды, солай кейін тастадым. Өйткені мен оны осылай жемейтін шығар, келесі ай жейтін шығар деп беріп көрем, жоқ, жемейді. Сол тамаққа толық өтіп кеткенге дейін менің балам тек қана сол малютканың гречневая каша с черносливом жеп кетті. Енді оның арасында міндетті түрде мен арасында йогурттар беріп ұсынып жүрдім. Ұсыну сіздің педагогический прикорм деген таныстыру ғана, яғни ол тойдыру емес, немесе емшектен шығарып тастап сүттен ажыратып баланы сол тамаққа бұру емес. Педагогический прикорм таныстыру, ол сол 5-6 айдың кезіндегі жұмыс. Ал енді әрине, егер сіздің балаңыз дайын болып тұрса, тамақ жеуге дайын болып тұрса, мысалы сізден әрі қарай сұрап, мысалы бітіп қалып жатса, бір шай қасығыңыз берген бітіп қалып, одан кейін тағы жылап, тағы бер деп жатса, әрине беріңіз. Яғни ол балада соған сай тәбет бар. Және оны бергеннен кейін әрине бақылап қараңыз, баланың көңіл күйіне қараңыз. Егер солай ұнайтын болса, дәреті дұрыс болса, одан кейін бір қатты өзгеріс болмаса, әрине бере беріңіз. Ол тіпті жақсы ғой. Бала қанша қосымша тамаққа жақсы қараған сайын, тамақ жеген сайын салмақ қосуы, өсуі өте жақсы болады. Мен солай ойлаймын. Ал енді өзіңіз жемеген нәрсені балаға алып беріп әуре болмасаңыз болады. Енді менің тәжірибем солай. Мен өзім түсінгенім, менің балам сол сүттен кейін жаңағы кашаны ғана жеді, қосымша ретінде. Менде балам тәтті жақсы көрмейді, тәтті жемейді. Енді өсіп кеткеннен кейін анау дүкендерден ертең түрлі тәттіні көріп асылатын кезде мүмкін не істейтін шығар. Бірақ сосын мен басында енгізгенім банан мен алма беріп жүрдім. Бананға онша реакция болған жоқ, алмаға іші өтетін. Іші сразу өтіп кететін. Оны да кішкене тоқтатып қойып, кейінірек тағы беруге болады. Енді менде бір жағынан бала менің үстіме тойып тұрды, тоқ болды деп ойлаймын, өйткені қосымша тамақ қатты жақсы көрмейтін. Және салмағы жақсы болатын. Салмағы даже кішкене артық болатын өзінің нормасынан. Сондықтан қанша адам бар, сонша ерекшеліктер болады. Әр адамның өзінің, сол сияқты баланың да әрқайсысы өз ерекшеліктер болады. Егер сіздің балаңызда кішкене басқаша болса, ешқашан ол проблема емес. Әр бала өзі ерекше болып дүниеге келеді. Сосын бір мына біздің әйелдердің, аналардың әсіресе баламызға барлық ең жақсысын бергіміз келеді, ең кереметін, ең әдемісін баламызға бергіміз келеді, ең пайдалысын бергіміз келеді. Және біз басқаларға қарап, ананың баласы сондай жейді екен, менікі неғып жемейді, мынаның баласы уже еңбекте кетті, менікі неғып еңбектемейді деген сияқты салыстырамыз отырамыз. Негізі ең бірінші ол бала тұқым қуалаушылық, яғни өз ата-анасының бойында болған. Келдім, не балам отыр. Нанды езіп, әдемілеп паласқа сіңдіріп жіберейін деп жатыр. Сол ата-анасының тамақтану дәстүрі бойынша тамақтанады бала. Одан кейін сіздің кішкентай кезіңізде қандай болғаныңыз, жолдасыңыз кішкентай кезінде қалай тамақтанып, қалай өсті, соған көп байланысты. Енді мен суды айтып кетейін осы жерде. Мен балам су ішпейтін. Су ішпейтін себебі ол бутылка алмайтын. Менің балам бутылка, сосын анандай тамақты беретін не болады ғой, басы тесік атын ұмытып қалдым. Сондай жалпы мына технологиямен жасалған, техниканың дамуымен жасалған заттардың ешқайсысын менің балам қабылдаған жоқ, бутылканы қабылдаған жоқ. Пустышка соска сормайтын, лақтырып тастайтын, кейін тісі қышыған кезде тістеуге ғана қолданатын, басқа бұлай ондай нәрселерге менің балам аулақ болды. Сондықтан су ішкізе алмадым. Бутылка ішпеген соң, бутылка алмаған соң мен су ішкізе алмадым. Сонда қасықтап беріп көрдім. Шай қасықпен жайлап аузына құйып отыратынмын.
Кейбір кездері әрине мысалы суық тиіп қалған кездері болды. Сол кезде дәрігердің рекомендациясы бойынша су көбірек бер дейді. Сондай сәттерде маған су беру өте қиын болды. Мен жаңадан аптектен жаңадан бестік, ондық шприцтер алып, солармен су тартып беретінмін, аузына құятынмын. Әрине оны ол өзі ұрттап ішпеген соң қарсыласады, мен оны екі қолын ұстап қинап беремін ғой, былай айтқанда. Сөйтіп берген соң ол қақалып, шашалып, жылап, солай сөйтіп не істейтін. Мен ойлайтынмын, бұл қашан су ішеді деп. Бірақ былай қарағанда біз дәрігерге барған соң қан тапсырып сөйтіп жүрдік. Әрқашан кішкене білінетін су аз екені организмде анализдер бойынша, бірақ 11 айында мен балам қазір айран құйып тұрған несін көрсетейін, мынандай паильникпен су іше бастады. Вообще мынандай паильникті іше бастады. 1,5 теңге тұратын шығар деймін осы паильник. Басы мынандай трубочка. Осыны іше бастады 11 айында. Сол кезде мен өте қатты қуандым.